6100 қазіргі таңда Тарбағатай ауданы бойынша. Ауданда 17 ауыл округ бар. Орталығы Ақсуат ауылы. Осы қазір біз келіп тұрған ауыл Ақсуат ауылы. Ақсуат ауылында қазіргі таңда 9000-ға жуық халық өмір сүріп жатыр. Ондағы халықтар көбінесе мал шаруашылығымен айналысады, өздеріңіз білетін шығарсыздар. Және де мына картадан көргендеріңіздей Зайсан көлінің жарты бөлігі осы Тарбағатай ауданына тиесілі. Онда Тұғыл деген ауыл бар. 3 жерде ауыл бар. Тұғыл, Ақсуат, Ақжар ауылы. Сол Тұғылдағы халық көбінесе балық кәсібімен айналысады. Және де мына еңбекті көріп тұрсыздар, Арайлы Ақсуат деген кітап. Бұнда Дүйсен Сұлтановтың кітабы кеңестік кездегі осы ауданымыздың экономикасы жайында баяндалған. Келесі қондырғымыз ауа райы белдеулері. Әртүрлі слойда, әртүрлі түсте көрсетілген. Құрғақ жылы ауа райы, өте қоңыржай жылы және таулы Тарбағатай белдеулерінен тұрады. Және де өңірде өсетін өсімдік түрлері жаңағы көктем кезінде егілетін арпа, бидай өсімдіктері. Сонымен қатар 3 далалық аймақтан тұрады. Оны мына 3-ші қондырғыдан көруге болады. Мына фотосуреттерде таулы аймақ, жазықты аймақ, сулы аймақтың фотосуреті көрсетілген. Енді құрметті келушілер, мына жақта екі жақта турникет деп аталады. Бұл турникетте енді өңіріміздің, осы Тарбағатай тауының әсем табиғатымен танысуға болады. Енді сіздер жол бойы келе жатып естігенде шығарсыздар, бұрын барғанда шығарсыздар, өрт тостағанды білетін шығарсыздар. Бұл жайында қазір төмен жақта кішкене тоқталамыз. Өрт тостаған жайлы. Бұл өрт тостаған қазір тарихи кешенге айналып жатыр. Бұл аспан астындағы ашық мұражай болады деп жатыр болашақта. Сонымен қатар өңіріміздің таулы аймақтың әсем жерлері, өңіріміздің жайлауы қарасаңыздар. Сонымен қатар Тарбағатай белдеулерін әсем табиғатын фотосуреттен тамашалауға болады. Және де Тарбағатай мүйісі дейді. Бұл қондырғымызда мүйісте Тарбағатай тауының қолмен салынған суретін көруге болады. Бұнда Тарбағатай тауы жайында сіздерге кішкене мәлімет бере кетсек, Тарбағатай тауы 300 шақырымға созылған ұзындығы, ең биік шыңы Тастау деп аталады. 2992 метр екен биіктігі. Енді Тарбағатай жайында көптеген аңыздар да бар. Жаңағы айта берсек, жетіп артылады. Енді Тарбағатай деп, осы Тарбағатай сөзіне кішкене мән бере кетсек, Тарбағатай сөзі тарбаған суыр тай тау деген сөзден шыққан екен. Моңғолдың кейінгі жоңғар шапқыншылық кезінде осы өңірде өмір сүрген ата-бабаларымыз жерімізді қайтарып алған екен осы Тарбағатайдың. Ондағы қазақтар бізді осы тауымызды Барқытбел деп атаған екен. Көрші Қытай мемлекетімен іргелес жатырмыз. Қытай мемлекеті жаңағы күнгейінде, біз теріскейінде. Күнгей жақтағы Қытай мемлекеті бұл тауды Гиндвейчан деп атайды екен. Ең алғаш 15 ғасырда жаңағы сызба картаға түсірілген екен. Орта ғасырлық ғалым Әл-Ыдырси деген ғалымның сызба картасы Гергер атауымен түсірілген екен бұл тау. Өңірімізде тауда кездесетін әртүрлі жануарлар қойылған. Қатырылған нұсқада тау текесі, жаңағы ақбалақ құс, бұл қыран құс ақбалақ деп аталады. Және де осы таумен тікелей байланысты суыр деген жануарды білетін шығарсыздар. Осы суыр деген жануар осы тікелей осы таудың атымен байланысып отыр. Жоғарғы тау беткей арша, қылша, жаңағы тау шүмілдік, қызылбас шошқа сынды әртүрлі өсімдіктер осы өңірдің таулы аймағында өсетін өсімдік түрлері екен. Енді келесі қондырғыға өтсек, қарасаңыздар өңіріміздің сулы аймағы туралы мәлімет көрсетілген. Ондағы жан-жануарлар жайында, және құстар жайында. Ар жағындағы сурет өзен маңында мекендейтін жануарлар: шошқа, үйрек, тырна, саралағас, сасық күзен сынды жаңағы жануарлар. Ақтаспа шөп, мойыл, мыңжапырақ өсімдіктер осы сулы аймақта өсетін өсімдік түрлері. Енді бұл картаға назар аударсаңыздар, Зайсан көлі бұл өңіріміздің сулы картасы. Ірілі кішілі 12 өзен бар, жаңағы барлығы Тарбағатайдан алып жатыр су басын. Енді назар аударып қарасаңыздар, Зайсан көлі тұр. Осы Зайсан көліне құятын 5 өзенді атап берсем сіздерге: Қарасу, Шорға, Еспе, Тайжүзген, Құсты өзендері. Қалған Кіндікті, Боғаз, Базар, Қарба, Тебіске ұласты өзендері олар жетпей қалады. Енді Аюшат сарқырамасы бар. Жаңағы тау сарқырамасы, ол водопад дейміз ғой. Сонымен қатар Жасыл көл деген тау көлі бар.
Енді өңіріміздің жазық аймағына келетін болсақ, елік, борсық, ителгі құстары және де шай шөп, қызылбас шошқа қараған өсімдіктері. Келесі қондырғы өсімдіктер әлемі және де құрметті келушілер, мына Қазақстан бойынша жыртқыш аңдардың ішіндегі қасқыр дегенді білесіздер. Бөрі дейміз, итқұс деп жатамыз. Осы қасқыр Қазақстан бойынша осы ең ірісі Тарбағатай тауында кездеседі екен. Тарбағатай тауында. Әрі көп. Тарбағатай тауында әрі көп. Табынымен жүреді. Табынымен үйірімен жүреді. Енді бұл жартас, бұл даланың дүзі, жүрмейтін жер жоқ. Тегеурінгүл, рауағаш, қараған өсімдіктері, мына жартасты жерде өсетін өсімдік түрлері. Немен питаться екен мынада көп болған? Осы бермейді. Мал жейтін шопандар бар. Әлі күнге дейін көптеген жерлер бар, шопан мал бағып отырған. Малдарын жеп жатыр қазір. Енді шындығы екен. Ал енді мына жаңағы тастау деп жатырмыз ғой, биік, ең биік шыны. Сол фотосурет қойылған, және де тағы да бір айтарлығы қыран-құс. Қыран-құстың ең ірісі тағы да айта бұрсақ, осы Тарбағатайдың шынында екен. Енді мына жаңағы жасыл көліміз тау көлі дейді. Бұндай көл көп кездеспейді, біле білсеңіздер. Және де осы таулы аймақта өсетін самсақ деген өсімдік бар, осы өсімдік түрі. Енді және жоғарыда айтқандай бөр тастағанға тоқталамыз дедік. Енді айтқанымыз бойынша тоқтала кетсек, Тоқтар Нұрекенов, осы физика математика ғылымдарының докторы, бұл кісі осы жерлесіміз, біздің жерлесіміз. Ол кісі бөр тостағанды зерттеуші. Енді бұл зерттеу себебі айдалада тұрған, айналасында ешқандай тау жоқ, тас жоқ, айдалада жатқан тас. Бұның ұзындығы 300 метрге созылған, биіктігі мөлшермен қазіргі 5 қабатты жаңағы үйдің, ғимараттың биіктігіндей болады. Ені 10 метр. Осы бөр тостағанды зерттеуші ғалым Тоқтар Нұрекенов деген ағамыз. Бұл кісі метеорит деп зерттеген екен. Енді 2014 жылы Тарбағатай ауданында жаңағы бөр тостаған мәртебесі және болашағы деген жаңағы үлкен конференция болады. Онда көптеген ғалымдар келіп, бұны бұл тасты гранит тас деп жатыр. Әртүрлі ғылым саласы, әртүрлі айтып жатыр. Толық зерттелмеген. Енді бөр тостаған байланысты Несіпбек Айтұлы деген ақынды білетін шығарсыздар. Бөр тостаған, жұмбағын айтшы кәрі тасмаған, таңырқасын деп жердекпен де аспаннан бәлкім пері тастаған дейді. Енді бұл бойынша аңызда бар. Астын қазып көрген жоқ, астында бар ма? Жердің бетінде ғана жатыр ол тас. Жерді астында қазып көрген жоқ, бірақ астында көп мөлшерде су бар деп биологтар айтады оны енді. Қабдылрашид Қайым, Бұдабай Байғали, бұл жерлестеріміз. Қайым атамыз биолог ғалым, Айлы Алақан, биология және техника, әртүрлі осындай еңбектердің авторы, құрмет грамотасы қойылған. Бұдабай Байғали ағамыз, ол кісі бағбан болған, садовник дейді. Ол кісі мына жылы жақта өсетін өсімдік түрлерін, алма, алмұрт, тағы да басқа өсімдік түрлерін осы өңірге қалыптастырып және будандастыру арқылы өсірген. Енді айта кетерлігі, ол өсімдіктер бізде көп өспейді, алма, алмұрт деген. Енді келесі айни қондыра қарсаңыздар, жаңағы жоғарыда айтқан Әлі Ыдырисидің сызба картасы қойылған, ғалым, саяхатшы бұл кісі. Сонымен қатар 1855 жылы Теріскей Тарбағатайды карта бетіне түсірген қазақтың ғалымы Шыңғыс Шоқанұлы Уәлиханов. Шоқан Уәлиханов ағамыз, Шыңғыс. Бұл кісі Теріскей Тарбағатайды карта беттеріне түсірген екен. Халықтың, үлкен кісілердің сұрауы бойынша. Жүру емес, сұрап бойынша түсірген екен де, бірақ қазіргі картамен салыстырса, бұл карта ешқандай айырмашылығы жоқ екен. Енді бұл Шоқан Уәлихановтың еңбегіне жазылған әртүрлі кітаптар. Келесі бөлімге өтсек, келесі бөлім көне дәуірлер бөлімі деп аталады. Бұнда жаңағы жеріміздегі ең алғашқы қорғандар, ең алғашқы тас ғасыр дейміз ғой. Сол замандағы, сол кезеңдегі кезеңнен сыр шертетін мысалы жаңағы үңгірді айтуға болады. Бұл үңгір Баспан үңгірі деп аталады. Баспан тауы дегенде тау бар. Осы Баспан тауында орналасқан бұл үңгір. Бұл үңгірде ең алғашқы тас ғасырының іздері табылған. Алғашқы адамдардың. Оларды мына пайдаланған тас құралдардан анықтаймыз. Сол үңгірдің фотолары ғой? Иә, сол үңгірдің фотосы. Бұл үңгірді қарасаңыздар, бір туннель секілді ар жағына шығып кететіндей қарасаңыздар. Сонымен қатар ерте темір дәуірі кезеңі, темір дәуірі, қола дәуірі кезеңдеріне тән қорғандар.
Сонымен қатар 1985 жылы 82 жылы Алтай Аманжолов түркітанушы ғалым осы өңірге келіп тастағы таңбаларды зерттеген петроглифтарды. Және де қорғандардан табылған әртүрлі қыш бұйымдарды көруге болады, ыдыстарды. Өңірімізде ескі алмас, масылы, ашылы сынды қорымдар бар, мыңнан астам қорған түрлері бар. Сіздер білесіздер, шілікті қорған, мысалы, алтын адам табылған. Екпін қорғандары, тағы да басқа. Бұл тас, жаңағы Алтай Аманжолов деп жатырмыз ғой. Бұл тастағы сурет, бұлда енді шынайы нұсқасы тұр. Мына жерде қарасаңыздар, бұғының суреті салынған бұнда. Арқардың суреті салынған. Бұлар қорғандар. Қорған дегеніміз зираттар. Осыдан 4-5 жыл бұрын адамдардың зираттары жерленген. Сол кездегі адамдардың сана сезімі бойынша олардың жаңағы қару-жарағымен жерлеген, жаңағы ыдыс түрлерімен жерлеген, сондай сенім болған. Ол ана дүниеге барғанда өздеріне керек деген ұғым болған. Ол енді ерте заманда. Жаңа шілікті қорғаннан табылған алтын бұйымдар мыналар міне. 2003 жылы Әбдеш Төлебаев деген ғалым, жерлесіміз, археолог ғалым, 2003 жылы Шіліктіден 3-ші алтын адамды табады. 3-ші алтын адам. 1-ші алтын адам Есікте табылса 60-шы жылдары, 2-ші алтын адам Берелде, 3-ші алтын адам Шілікте, осы Табатай өңірінен табылған. Но енді сол алтын адам табылған қорғанның жаңағы әшекей бұйымдары, алтын әшекей бұйымдары. Қорған дегеніміз мінекей. Бұл енді патша қорған дейді. Патша жерленген қорғандар, зираттар. Мазаралар қарасаңыздар, бұнда енді тастар тұр. Ежелгі түрік заманына, түріктердің кезеңінде бұл. Бұнда енді адамның бейнесі бейнеленген. Кейін мына түріктерден кейін ислам діні келе бастайды ғой. Сол кезде ислам діні келгенде көбінің бастарын шаптырып тастаған бұны, тастардың. Себебі ол кезде ислам дінінде адамның бет бейнесін салуға болмайды, тыйым салынған. Және де мына жерде тас бәдізді көріп тұрсыздар, малдасып құрған қағанның бейнесінде ұлттық мұражайда Астана қаласында орналасқан. Қазір бізден сол Астанаға қазір алынған. Бұл Қазақстан бойынша жалғыз дана Қызылкесік елді мекенінен табылған. Тағы да айтарлық, мысалы қолашырағдан Қазақстан бойынша 9 қолашырағдан бар, соның бірі осы Тарбатай өңірінен табылған. Мына жақта енді 13-ші ғасырда өмір сүрген наймандардың бас абызы болған Төлегетай абыздың жаңағы 70-ші жылдардағы зираты, мазар. Енді бұл мазар Қонысбек Арыстар Сіләмұлының бастамасымен Төлегетай ұрпақтар қоры ашылып, Қызылорда жерінде қазір, Қызылорда жерінде Жаңа Қорған ауданында осы Төлегетай бабамыздың мазары үлкен болып қайтадан қаланған. Жаңағы бастамашы кісі, жаңа атап өттім, Ақжасар Қонысбек Сіләмұлы деген музей директоры, осы музейді қалыптастырған ағамыз. Және де наймандардың ордасы дейміз, ең алғаш қоныс тепкен жері қазіргі Монғолия, Монғолия Орхон өзені, Орхон тауының осы жағасында, Орхон өзенінің жағасында. Енді бұнда енді наймандарға байланысты мына жерде 3 томдық кітап, сонымен қатар найман тайпасынан мәдени асыл құндылықтары фотосуреттерден байқалуы. Және де мына жерде көне жазу, Енисей жазуы дейді ғой, Орта Азиядағы ең ежелгі жазулардың бірі Енисей жазуы. Тағы да басқа мына жерде 9 таңбал наймандар, шежіре, жыр, және де арабша кітапты көріп тұрсыздар. Бұнда да шежіре жазылған. Енді киіз үйдің ішкі көрінісі. Бұнда қарасаңыздар 17-ші ғасыр шамасы. Төсекті көріп тұрсаңыздар, сүйекпен безендірілген төсек, сүйекпен безендірілген. Бұл төсектің ерекшелігі екі жағы қайқы болып келген. Ерекшелігі сол. Бұл ерекшелігі неге бұлай жасаған деген сұрақ туындап тұр. Адамның қан айналымы өте жақсы ретке келіп жатады екен, бұндай аяғы кеудесі көтеріліп жатса. Ата-бабаларымыз білген екен сондайды. Сонда ұйқысы да тыныш, ертеде тұрады мысалы. Былай келіп жатады да, сосын ертеңде былай жатса болады ғой. Бәрібір енді оның Неменің сүйегі сонда? бұл кәдімгі малдың сүйегі. Өзіміздің малдың сүйегі, Кескен. Кескен балқытқан кәдімгідей ойып өрнектеп. Және де Керей тоқымы, Керей деген руды білесіздер, тайпаны, руды. Сол Керей тоқымы қыздармен отырған екен бұл тоқымға енді. Ар жағында да тұр, міне 6 жастағы балаға арналған тоқымды көріп тұрсыздар. Және де
қазақ халқының киім кешектері қасқыр ішік дейді, тон деп жатырмыз ғой, шуба. Сол түлкі ішік мысалы, қасқыр ішік, тағы да басқа. Енді ою-өрнектерді көруге болады, әшекей бұйымдарды, мына білезіктерді, жүзіктерді, түймелерді көруге болады. Бұнда енді мына жүзіктерде құс мұрын жүзік дейді, құдағи жүзік дейді, мысалы күміс бұндағы. Мынау кісе, шытыралы күміс кісе, 19 ғасырға жатады бұл кісе. Және де құмған, жүзелеген, тағы да басқа. Портупея. Және табиғат бөлімдері жәнегі Тарбағатай жайында айтып жатқанда мәлімет. Жоңғарлар, және моңғолдарды атап өттік қой. Жоңғарлар осы өңірді жаулап алған екен, ерте заманда осы өңірді қоныстанған екен. Олардың атамұралары қалып қойған, олар Буддаға сыйынған енді. Бұл Тарбағатай тауынан алынған, әкелінген, осында қойылған. Олардың сенатын, монастырь дейді ғой, солар болған екен осы таудан. Содан қалып қойған. Бұнда бейнеленген сурет шайқасты көріпсіздер. Моңғол Найман шайқасы бұл. Монғолия жеріндегі қазіргі таңда Монғолия жерінде нақты нұсқасы тұр музейде. Бұл көшірме нұсқасы Қонысбек ағамыз әкеп арнайы осы жерге қойған. Шыңғысхан империясы Найман мемлекетіне байланысты. Он жағымызға қараса қазақ хандығы жайында мағлұматтар келтірілген, қойылған. Және де қазақ хандығы кезінде тұсында Кереймен Жәнібек бөлініп шығып, жетісу жеріне қоныстанып, одан ұлғайған сәті мына жерде көруге болады. Жер аумағымыздың ұлғайған. Жетісу қазіргі Талдықорған жері ғой жетісу. Осы Талдықорғанға ең алғаш қоныстанып, қазақ болды. Жәнегі қазақ деген өзі жеке ел болып кетейік деген мағынаны білдіріп тұр ғой. Одан ұлғайған сәті көріпсіздер. Жәнібектен Керей хандар. Оңғарма жақтан келді. Бабаларымыздың жәнегі дулығасы, жәнегі жебен ұштары, найза ұштары, дел мылтықтың ұңғысы дейді, стол дейміз ғой. Ұңғысы, тағы да басқа жәдігерлер қойылған. Олар осы аумақта Майлыша, Доланқара, Хабарасу деген жерлер бар. Тарихи жерлер. Сол жерден табылған. Сіздер білсеңіздер, жоңғарлармен соңғы шайқас Шорға жерінде өткен екен. Шорғаны білесіздер. Осы Тарбағатай ауданына жатады. Шорға деген, қазір сіздер Буғастан өттіңіздер ғой. Сол аумаққа дейінгі аралықта үлкен соғыс болған екен. Жоңғарлармен соңғы шайқас. Енді сол шайқаста Қабанбай бабамыз, Бейборанбай бабаларымыз, осы өңірден шыққан Тоғас, Байбырақ сынды, Нарбота сынды батырларымыз кес-кескен шайқас өткізген екен. Мынау Қабанбай батырдың кілемшесі 300 жылдық мерейтойында Сабуровтар әулетінің немесі және кәдесі ретінде, ол енді Қабанбай бабамыздың 300 жылдық мерейтойында кәдесі ретінде жасалған. Сонымен қатар Қабанбай бабамыздың мөрі Қытай жерінен әкелінген жәнегі құс мұрын жүзік дедік қой. Құс мұрын жүзік деген осындай болады екен басы. Оны жәнегі арнайы немеге малып, мөр басқан. Сол Қытай жерінде мұрағаттан әкелінген міне тұр. Енді бұл қиса арабша жазған екен, бұл қиса Қабанбай бабамыз туралы. Тағы да басқа Қытай жерінің мықты-мықты ғалымдары, Зейнолла Сәнік деген мықты-мықты ғалымдар қиса жазған, әртүрлі мықты-мықты деректер берген екен Қабанбай бабамыз жайлы. Дәулетбай жоқ па? Дәулетбай бар. Жоқ. Ол кісі жайында жоқ. Енді қазақтар ешкімнен кем қолданбаған, ислам дінін берік ұстаған халық. Тасқа қарасаңыздар, ұрпақ аманат ретінде тастап кеткен тәрізді. Қарасаңыздар, тасқа басып бұл жаңағы Құранның аяты деп жатыр кейбір ғалымдар. Кейбіреулер парсша жазылған деп жатыр, бұл бір оқиғаны келтірілген деп жатыр. Енді нақты нестерге айтып бере алмаймын, мына жерде осындай жазылған деп. Бірақ арабша жазылған байқап тұр. Және де тас ағаш жаңағы ағаш астаулар және де теріден жасалған көнек дейді, ыдыс түрі, қара қазан әртүрлі тағы да басқа. Патшалық үкіметке жазған хаттары латынша, арабша жазылған, сол кездегі патшалық заман кезіндегі монеталар, тиындар сол кездегі. Сонымен қатар мына жерде картаны көріп тұрмыз. 19-20 ғасырлардағы қазақ тайпаларының орналасуы көрсетілген бұл картада. Мысалы, арғындар қайда, наймандар қайда, уақ керейлер қайда мысалы. Уан төре деген, Уан деген жерден өткен шығарсыздар және жолдан. Уан деген Жәнібек Сұлтан деген кісі, Уан деген ол Ван деген Қытайдың сөзінен шыққан екен. Князь деген мағынаны білдіріп тұр.
Бұнда енді көптеген хаттарды латынша, арабша жазылған, орысша жазылған хаттарды көп тұстар. Өнерден мықты би сұлтандар шыққан, билердің ішінде мысалы Шәкі би, би Боранбай сынды мықты билер. Жақсы, мына жерде де енді сол кездегі би болыстардың, билердің, сұлтандардың патшалық үкімет заманында, енді орыстардың боданы кезі ғой енді. Орыстарға бағынышты кезде. Сол кезде міне орыстардың губернаторларымен, орыстардың жаңағы шенді адамдармен кездесу сәтті қара халықтың фотосуретте көруге болады. Өнерден шыққан би сұлтандардың фотосуреті. Ол кезде енді қазіргіндей аудан деген түсінік жоқ. Ол кезде болыс деп жатырмыз, уезд дейді, мысалы Зайсан уезді, Аягөз жаңағы сол секілдісінде. Мынау жерде енді сол жаңағы сұлтан болған, болыс болған адамдардың мойнына тағып жүреді ғой, мысалы Құнанбайдың мойнына тағып жүріп өтті ғой, мысалы сол значоктары, мысалы міне. Сонымен қатар өнерден Құнанбайдың заманында осы өнерден шыққан, Жанайыр руынан шыққан Танамырза Тілемісұлы деген азамат. Бұл кісі сол патшалық заманда болыс болған екен, қазақтың, қара қазақтың қамын ойлап өткен ардақты азаматтардың бірі. Және де бұл кісі көп жағдайда орыстарға саяси сенімсіз адам болған екен. Себебі қазақтардың жағдайын көп ойлаған. Сол мәнінде мына жерде құжаттар омбы мұрағаттан әкелінген. Қарасаңыздар. Енді өнерден шыққан Ырғызбай Досқанұлы деген аты бүкіл Найман еліне Ырғызбай Досқанұлы, ол кісі емші болған екен. Енді көп жағдайда осы негізі көп жағдайда осы аруаққа сыйынатын Абай мен Ақсуат деп жатады, бірақ бізде ондай жоқ. Мына кісі қасиетті кісі болған. Бұл кісі шөппен емдеген адамдар. Шөппен 2000-ға жуық өнердің шөбін білген, оның шығу тарихын білген, және де оның қандай емге, қандай жараға пайдасы бар екенін білген кісі екен. Құнанбайды шешегі ауруынан емдеген осы кісі. Құнанбай деген киноны көрсеңіздер, Құнанбайдың аруға қатсын деген, Ырғызбайдың аруға қатсын деген Ырғызбай осы кісі ме? Тыңдасаңыздар, жаңағы Шәкі би деген би болған өнерден. Соның ұрпағы, тікелей ұрпағы Әбубәкір Қайран деген ақын. Ол кісіні сол кісінің өлеңімен бастап алыпты. Мына жерде өмір өткен, ұлтаудан өмір өткен ерлерін енір еткен деп. Бұл өмір өткен, бұл өмірден Жәкуля Күшіков, Яхмет Сәрсен, Райымжан Мәрсеков, Отыншы Әлжан, Ереже Битбайұлы, Көлбай Төгісовтар өткен. Олар Алаш зиялылары. Енді сіздер тыңдасаңыздар, Алаш үкіметіне 100 жыл биыл. 100 жыл деп отырмыз. 1917-2017. Бірде-бір қазақ аудандарының ішінде 3 бірдей арыз шықпаған Алаш қайраткері. Осы Тарбатай өңірінен шыққан екен. Ереже Битбаев, Отыншы Әлжан, Яхмет Сәрсенов. 3 Алаштың қайраткері осы өңірден шыққан. Бұлардың барлығы мына Алашорда үкіметінің басшысы болған Әлихан Бөкейхановпен тікелей байланысып жұмыс жасаған кісілер. Онда мінекей утверждает план города. Мынау қай қала екен? Әрине бұл жаңағы Алаштың ордасы, қаласы Семей. Енді мына жерде 15 жылы жарық көрген Ақжол газеті. Бұнда мына Алаш зиялыларын жазған мақаласы қойылған. Арабша төте Рай Алтынсарин жазуымен. Енді бұны оқыған кісі бар. Өткенде бір Қытайдан келген кісі оқып кетті. Бұнда Евразиялық одақ туралы жазылған. Ал ол қай ғасыр, қай заман. Сол кезде ол кісі жазған. Енді бұл Яхмет Сәрсенов, Райымжан Мәрсеков, бұл кісі тұңғыш адвокат Қазақтан шыққан. Көлбай Төгісов, және Алаш партиясын құрушы Әлихан Бөкейхановтар, бұл 300 партиясын құрушы кісі Көлбай Төгісов деген кісі. Ұрпақтар осы өмірде өмір сүреді. Бұнда енді ол кісінің Айқап журналына жазған мақалалары. Ысқақ Кәбеков, Сәкен Сейфуллин. Ысқақ Кәбеков мына кісімен екеуі арасында достық болған. Ысқақ Кәбеков атында мектеп бар, біздің жерлесіміз. Тар жол тайғақ кешу деген кітап. Ол жаңағы Сәкен Сейфуллиннің кітабы, еңбегі. Онда мына кісі жайында жазылады. Бұл әскери комиссар болған кісі. Енді аудан 1928 жылы құрылған Қызылтас ауданы бұл. 3 қыркүйекте. Келесі жылы бізге 90 жыл. Енді Тарбатай ауданы болып, кейін өзгерді ғой енді. Тарбатай ауданы бұл. 2 аудан біріктіріліп жаңағы. Енді сол кезде Бакин, Омар, Мұқышев, Фахрудинов деген азаматтар. Жаңағы аға буын өкілдері өнерден шыққан. Омаров деген кісі
Бұл кісі осы аудан тұлға партияда 1928 қыркүйекте болған. Мына кісі сол кезде аудан басқарған кісі Фахрудин. Сол кездегі еңбек сіңірген азаматтар. Енді бұл 30-40 жылдар бұл жерде. Қазір біз жүрген тас жол осы кісілердің арқасында мен алғаш рет осы жолмен жүріп жүрмін. Аягөз бен Зайсан арасындағы тас жол. Салу сәті 40-30 жылдар. Жаңағы сол кездегі алғашқы мектептер Нұролла Ысқақов, Шомбиндар, олар Сұлтан-Махмұт Торайғыровтың шәкірттері екен. Ақын білесіздер. Алғашқы ұстаздар және де осы өнерден шыққан. Енді бұл жерде қарасаңыздар, темір тордың ар жағында тұрған кісілер, бұлар совет үкіметі кезінде, жаңағы кеңестік кезде. Жаңағы жазықсыздан нақақтан нақақ, жаңа халық жауы болып атылып кеткен адамдар, айда қойып кеткен адамдар. Бәрін қою мүмкін емес, бірен сәрені қойды. Ал мына кім ана Кім Абдилден, осы кісі 5831 адам аттанған соғысқа, екінші дүниежүзілік соғысқа, Ұлы Отан соғысы дейміз ғой. Енді өңірден 5000-ға жуық адам аттанды, соның 2000-ға жуығы ғана қайтып келді. Батыр атағын алған азаматтар жоқ, өкінішке орай берілмеген себебі оның бірінің әкесі халық жауы, бірі тағы себептермен. Қабдырахман Қасымхан, мысалы подвиг комсорг Қасымханға дейді. Бұнда енді үндеу қағаз майдан алқабына тасталған, Қасымханға ұқсап бағындар деген Сталиннің. Және де бұл кісі батыр атағына ұсынылған, бірақ әкесі халық жауы болды. Нәби Түсіржанов жеңіс парадына қатысушы кісі, Сләм Ақжасаров осы музейді құрушы ағамыздың жаңағы әкесі. Және де мына жерде Нұролла Керімбаев, Ақсуаттық, бұл кісі Бауыржан Момышұлының көмекшісі болған екен соғыстағы. Бірге түскен, жанұясымен түскен фотосуреттері. Және де өңірден шыққан генерал, әскери генерал Сләмбек Құсман Шүкмәйтұлы. Генерал адам, бұл кісі 39-да соғысқа араласып, 45-те соғысты аяқтап, 78 жылы отставкаға шығып, осындай шенмен шыққан екен отставкаға. Өңірден шыққан тұңғыш генерал Сләмбек Құсман Шүкмәйтұлы деген кісі. Кеңестік думаның депутаты әйел адамдар ішінде Айтжан Жақсылықова, Амария Қайырбекқызы, бұл кісі комбайн айдаған кісі екен. Содан депутаттыққа көтерілген кісі. Мына кісі ұстаз болған Амария Қайырбекқызы. Бұл кісі 60 жылдар Юрий Гагаринмен түскен фотосуреті. Бір жиында Қырғыз Республикасының делегаттары және де бұнда енді фотосуреттер көрсетілген. Мына жерде өңірден шыққан ағаларымыз, жаңағы өлкетанушылар, алғашқы ұстаздар, солар жаңағы Сләм Сәбиев, Қарпы Егізбаев сынды азаматтар. Оқу ағарту ісінің үздіктері, біздің әкелерімізге берген Қализада Қали, тағы да басқа азаматтар. Жаңағы Сайраш Әбішева, Қамария Қайырбекқызы, тағы да басқа, жаңа атап жатырмыз солар. Өнерден 5 еңбекер шыққан. Мына жерде үлкен суреттерді қарасаңыздар. Социалистік еңбекерлер. Сайлауик Даушаев, Қазыбек Демеубаев, Уәлихан Байзақ, Нүркен Ғабдуллин, Қайырбек Беков деген азаматтар. Және де Ысқақ Молдин, Кержан Жұмажанов деген кісілер. Алғашқы өнерден мықты хирургтар шыққан, дәрігерлер олар. Аман Молдаханов деген азамат. Енді өкінішке орай 2010 жылы бізде Тарбағатай ауданы бойынша қасіретті жыл болды. Себебі мына суретте қарасаңыздар екі ауыл тұрса, екі ауыл бар. Қызылгене жаңағы Көкжида мен Жәндікей ауылы. Сушай, Топан Сушай. Содан екі ауылда су басып, халық не істейміз дегенде елбасы халықпен жүздесіп. Сол кездегі облыс басшысы жаңағы Бердібек Сапарбаев Башқы сол кездегі мына жерде халықпен кездесіп сәтті. Елбасы екі ауылды салып берді, қазір осы екі ауыл көрінген шығарса. Мына жерде өнер мен спорт қатар қойылған. Енді спорттан бастасақ, ең алғаш қазақтан шыққан ең алғаш спорт шеберлігін алған самбо күрес өнерінен. Ол Марат Имашев деген адам. Бұл кісі Москва қаласының 3 дүркін чемпионы, 60-шы жылдар. 80-шы жылдардың басында, 70-шы жылдардың ортасында ма, сол тұста қайтыс болды кісі Мәскеу қаласында. Жәнегі
Қайрат Күнсафин, Садыхан Бауыржан, Түгелбек Қасымов деген азамат мына жерде тұр. Бұл кісі әлемнің 47 елін велосипедпен аралап шықты. Саяхатшы бұл кісі. Тұрсын Қалмақбаев азамат, осы өңірден шыққан бұл кісі қазақтың қажымұқан атағын алған. Осы Ақсуаттың. Ағайынды Сайхановтар, Хамит Ысқақ сынды азаматтар. 2 жылқы көрпістер, 2 жылқы малын 80 жылдары алдынан ат салмаған. Өлі желен, ерке желен деген жылқы. Өнерге келетін болсақ, Бағаналы Саятүлек күйші, қазақтың 70-ден астам әлем жатқа шығу тарихын білген. Енді айта берсек көп. Өнерден шыққан Төкен Ибрагимов, Төкен Абдрахманов сынды азаматтар. Бейбіт Құсанбек, журналист қауым біледі мына жерде. Бұл кісі журналист өнерден шыққан Таразы деген бағдарлама жүргізген білсек. Мына жерде Әбсәлям Нәдірбек, экономика ғылымдарының доктор профессор. Ағайынды Сабуровтар мына жерде тұрмын. Дәлелхан Сабуров, Дәлелхан Хамалханұлы. Бұл кісілер ішкі істер саласында полковник шеніне дейін көтерілген азаматтар болды. Тәуелсіздіктің мына жерде депутаты болды мына жерде. Парламент мәжілісінің депутаты Жанат Анварбекқызы. Шілікті қорғаны мына жерде және басында айтқан Әбдеш Төлеубаев ғалым. Балтабек Ғайса Жұмағұловтар. Бұл кісілер енді бүкіл Қазақстан бетінде бөлек. Тіпті ақшының бір штатының жартысы берші. Майра Ильясова, Серік Атбарамов деген осындай азаматтар болды. Адамбек Қапанов, қасым еместер кісі Алматы қаласындағы балуан шоуға жаңағы әртүрлі сары сол кісінің планын істеген. Енді мына жаққа назар аударсақ, ең алғаш жаңағы алғашқы генералды айтты. Мына жерде Әсет Әбілханбек бұл кісі прокуратура саласында жаңағы әскери шен алған. Назар аударып қарасаңыздар елбасы нұрсұлтан әбішұлы шетін алып сәті. Өшілік басы бұл кісі. Қазір бар ғой, бұл кісі бар деген. Мақсат қазір пенсияға шыққан әсер. Алшастар Қонысбек Сәмұлы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, бағын ескертіп жоғары жақтан айтып келе жатқан кісі осы кісі. Осы мұражайды қалыптастырған, осы мұражайдағы бүкіл дүнияны жинастырған және экспонаттарды. Тарбағатай өнерінің алғашқы осы өлкетанушысы десек те болады. Мына жерде енді бұл кісі дипломдарын, кітаптарының еңбектерін көруге болады. Әртүрлі марапаттар. Енді осы Қонысбек ағамыздың басқармасының Төлегетай тіпті ата заңымызға үлес қосқанымыз. Мына жақта енді Шынбаев ағамыз студия болған Алматы қаласында енді музей, мына жерде музейге байланысты музей тарихы жазылған, жаңағы Қонысбек жастар саясаты командасымен ең алғаш осы музейді құрастырып, жоба жасап жатқан сәтіндегі фотосуреті. Ең алғашқы музей орыс мектебінің мастерскойы болған. Шеберханасы дейміз ғой. 86 жылы музей құрылып, 93 жылы салтанатты түрде ашылды. Фотосуретте қарасаңыздар, ашылу салтанаты кезіндегі 93 жылы, 18 мамырда музей күнінде. Мына жерде музей 2010 жылы жаңғырту үлкен жұмыстар жүргізіледі. Ол кезде мына шығыс үлгісіндегі үлкен ғимаратқа айналады музейіміз. Жаңағы сала көшбасшысы мына жерде 2014 жылы жеңіп алғанбыз мастеріміз. Және де мәдениет министрлігінің грамотасы марапатталған алғыс хаты. Ашылған деген енді көрме орталығы бар. Музей облысқа қараймыз біз. Бірден бір музейлердің бірі жалпы шығыс Қазақстандағы аудандардың ішіндегі. Сіздерге енді музей осы.